Түлкі мен қасқыр. Абаза халық ертегісі. Достар, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бірге көруді ұмытпаңыздар. Ертегінің соңында жасырынған жұмбақтарды шешіп көр. Бірде түлкі ауылға келіп, тауықты ұрлап әкетіпті. Ұрлықшыны байқаған иттер оның соңынан қуа жөнелгенімен жете алмайды. Түлкі тауықты тістеген күйі орманға жетеді. Оның алдынан қасқыр шығады. Ұзын құйрық түлкі қорқып кетіп, тауықты аузына түсіріп алады. Қорықпа, одан да тауықты қайдан алғаныңды айтшы, дейді қасқыр. Ауылдықтар өз тауықтарын орман аңдарының арасында бөліске салыпты. Маған 3 тауық дейді, бірақ мен тек біреуін ғана кете алдым. Қалған екеуін ертең немесе бүрсігүні алуға барамын. Ал саған 5 тауық бөлінді. Қашан алады екен деп, адамдар сені күтіп жүр. Қазір барсаң да болады, дейді түлкі қумаңдап. Бәрекелді, жақсы болды ғой. Онда мен кеттім, жүгірдім деп қуанған қасқыр ауылға қарай тұра жөнеледі. Ал түлкі тауығымен бірге орманға кіріп кетеді. Қасқыр ауылға жүгіріп келсе, түлкіні қуып ашуланған иттер оны бірден қоршап алады. Мені қаппаңдар, ұрлауға келген жоқпын. Ауылдықтар маған бөлген тауықтарды алуға келдім, дейді қасқыр иттерге. Мәссаған, мұнау сенің сыбағаң, деп абалаған иттер қасқырға тап беріп, оны талай бастады. Қасқыр ойланып тұрмай, мынау ақымақ иттер менің тұлталақайымды шығарар, тауықтарымды алуға басқа күні келермін деп қаша жөнеледі. Иттер соңынан қуады. Қасқырды талағандары соншалық сау жері де қалмапты. Қасқыр әрең құтылып орманға жеткен соң жараларын жалап отыра қалады. Түлкі келе жатып байқамай тура алдынан шығады. Қорыққанынан қимылдай алмай қақшиып тұра қалады. Қорықпасаңшы, жақын кел, дейді түлкіні көрген қасқыр. Несіне қорқамын, дейді түлкі. Біз дос емеспіз бе? Мен қорыққан жоқпын. Керісінше, сенің сұр жүнің неге қызылға боялған? Деп таң қалып тұрмын. Саған не болды, дейді түлкі. Иттер талап тастады. Қателесіпсің ғой, бауырым. Осылай жай ғана ауылға бара салуға бола ма екен? Иттер біздің қашауымыз ғой. Және адамдардың бізге тауық бергенін де білмейді. Абайлау керек еді. Енді оны сөз қылу кеш. Тезірек сенің жарақаттарыңды емдеу керек. Ертең түнде ауылға бірге барып, тауықтарымызды алып кетеміз, дейді. Түлкі қасқырды жұбата бастайды. Ертеңге дейін осынша жараны қалайша емдемексің? Оған ең кемінде 1 ай керек емес пе? Дейді қасқыр. Сенің жараларыңды немен емдеу керектігін білемін. Ертең кешке дейін сауығып кетесің. Егер менің емімді қолданудан қорықпасаң, күн батқанша барлық жараңнан жазылып кетеді. Олай болса, немен емделу керектігін айт. Барлығына шыдаймын. Тек жазылып кетсем болды, дейді қасқыр. Онда тура қазір қалақайдың түбіне барып ауна. Қалақай шағып, денең ашитын болады. Бірақ сен шыда. Қалақайды аунап болған соң, тікенді бұталардың арасына кіріп ауна. Тікендері жараңа кіріп қатты ауыртатын болады. Бірақ сен шыда.
Оны жасап болған соң, көлге қарай жүгіріп бар, суға секір. Тұзды су жарақатыңды жеп шыдатпайтындай ауырсынасың. Бірақ сен бәріне де шыда. Көлден шыққан соң апаныңа бар. Құйрығыңды сыртқа шығарып отыр. Мұның барлығы сенің емің үшін керек. Айтқанымды істемесең жазылмайсың. Бұлжытпай орындасаң сауығып кетесің. Ал қараңғы түскен соң ауылға барып тауықтарымызды алып келеміз, дейді түлкі қуланып. Қасқыр ести сала қалақайға барып аунай бастайды. Қаншалықты азаптанғанын сұрамай-ақ қой. Қалақай жараларын ашытып, қасқырдың бүкіл денесін күлдіретіп жібереді. Қасқыр қалақайдың арасынан шығып, тікенектердің қалың бұталарының ортасына барады. Тікенек бұталардың қанша азап шектіргенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тікендер күлдіреген жараларын жарып, қасқырдың үсті басын әбден қан болады. Қан жоса болған қасқыр қалың бұталардан шығып, көлдің тұзды суына күмп береді. Міне сонда ауырсынған қасқыр олый жөнеледі. Емін аяқтаған қасқыр апанына кіріп, құйрығын шығарып отырады. Ауырсынғаннан жаны көзіне көрінсе де қасқыр шыдап бағады. Кешке дейін жазылу керек. Түлкі алыстан қасқырды бақылап, оның шеккен азабына қарап күлкіге батады. Түлкі апанның аузынан шығып тұрған қасқырдың құйрығына тағы да бір қарап, аңшыға қарай жүгіре жөнеледі. Иттерінің көзіне түсіп еді, олар түлкінің соңынан қуа ұмтылады. Ал аңшы олардың соңына түседі. Түлкі иттерді қасқырдың апанына әкеледі де, өзі бұталардың арасына кіріп жоқ болады. Иттер қасқырдың құйрығына тап беріп жұлқылай бастайды. Құйрығын мүлдем жұлып алғанымен, қасқырды апаннан шығара алмайды. Аңшы жүгіріп жетіп, апанға мылтық кезеп, қасқырды атып алады. Сөйтіп, қу түлкі ақымақ қасқырдың түбіне жетіпті. Соңы келесі жұмбақтарды шешіп көр. Сайқымазақ қулығы бар, барған жерде ұрлығы бар. Бұл қандай аң, ұғып ал? Дұрыс айтасың, бұл түлкі. Сұрғылт тартқан түсі бар, ақсиған көп тісі бар. Тыным таппай жүгірген, сілекейі шұбырған. Қыстау маңын ториды, ауылдың өш бар иті. Дұрыс айтасың, бұл қасқыр. Күн батса қонақтап қалғыған, таң атса жерден жем аңдыған. Жарайсың, бұл әтеш. Ертегі ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңмен бірге көруді ұмытпаңдар. Рахмет.